Ассаляму алейкум, баршаңызға сіздермен бірге Ахнет. Бүгін сіздермен осындай жөнті жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Адасымызға талқанымызды салып аламыз. Мендегі бидайдың талқаны. Оның үстіне сары майымызды саламыз. Бөлме температурасындағы сары май болу керек. Және де сгущенкамызды саламыз. Үшеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Біркелкі масса болғанынша. Бөлме температурасындағы сары май болса, сіздерге жұмыс жасауға өте оңай болады. Сол үшін де бөлме температурасындағы сары майды қолданыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мендегі шыққан видеоларды алғаш болып көретін боласыздар. Және де мені видеомды соңына дейін қарасаңыздар, лайк, комментарий жазып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Қазақша контенттердің дамуына үлес қосып жіберіңіздер. Мінекей, бізде осындай масса шығады. Өте ыңғайлы жұмыс жасауға, бір-біріне бірден біргеді. Келесі видеода көріп тұрғандарыңыздай керекті мөлшерде алып қолымызбен дөңгелектейтін боламыз. Мен дөңгелек пішінде жасайтын боламын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша формаға салып, әртүрлі пішінде жасасаңыздар болады. Немесе сопақша етіп, өздеріңіз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Мінекей, барлығын дөңгелектеп болдық. Менде бұл жерде 40-45 дана жент шықты. Мен әсемдік үшін және де өте ерекше дәм беру үшін осындай шоколадты глазурды пайдаландым.